Сәлеметсіз бе? Бүгін сменде Зухра апай телефондарын қыздардың кешкі сағат 6-та береді. 8-де жинап алады. Режим бойынша бізде 2 сағат. Сол аралықта беретін шығар. Қазір Зухра апай қыздармен кішкене серуендеп жүр есіктің алдында. Тереңкуда серуендеп жүр. Звондасаңыз болады. Сәлеметсіз бе, Гүлбахрам ханым? Суббота болсын, воскресенье болсын, біз режимге қараймыз, бізде басқа да жұмыстар жетеді. Сол үшін де кешіріңіз, бізде режиммен қыздар, біз басқа іс-шаралар, басқа да бүгін тәрбие сабақтарын өтіп жатырмыз. Арасында демалады. Олардың қолына телефонды беріп қоя салған пайда емес қой. Зачем телефон жастарға? Мен өзім үйде де балаларыма тыйым салам. Кешкісін почти телефондарын жинап алам мен. Өйткені дау-тұра олар сабаққа жүреді телефонмен. Сосын үйге келгеннен кейін балаларым әңгіме айтып отырайық отбасымызбенен. Телефондарын столдың үстіне жинап қойып мен шай ішем. 3 баламның папасы бесеуміз шайымызды ішіп, ана телефон мен қасында тұрады. Демалыңдаршы деймін да, телефоннан ше. 2 сағат, 3 сағат маған көмектеседі, ыдыс жуамыз, үй жинаймыз, жұмыстан барған соң қаншама тірлігімізді жасаймыз. Мен чек көремін телефонына қарағанша, лучше далада ойнаған жақсы доппен ше. Біз осы нәрсені қолға алып жатырмыз. Жұмыста да бізде де солай. Бізге түсіністікпен қараңыз, бұлардың телефон ұстағаны зиян. Көп ұстамау керек. Біз сол үшін түнде, например, кешкісін бастықтың айтуы 6 мен 8, бірақ біз қыздарға попросить еткеннен кейін жарайды, сабақтарыңды оқыңдар, үйтіңдер, бүйтіңдер деп 9-ға дейін ұстатам мен өзімнің сменімде. Сосын ары қарай айтам, қыздар, болды, енді жуыныңдар, реттеліңдер, ертеңгі жатуға дайындаламыз. Кешкі жақын жаңағы өзіміздің ішкен ыдыстарымызды жуамыз, шаң тозаңымызды сүртіп, бөлмеміздің шаңын сүртіп, чисто жерде жатуымыз керек қой. Соның бәрін жасап аламыз дағыны, жуынып келіп, трусиін ауыстырып, бұттарын жуып деген сияқты. Сонымен пижамамызды киіп, біз жатуға дайындаламыз. Уже біз 10-11-де біз жатамыз, жатып қаламыз уже біз. Одан кейін азанда тұрғаннан кейін біз бірақ қазір рұқсат бердік школға. Кішкентай қыздарға рұқсат бермедік. Үлкен қыздарға школға алып барыңдар телефондарыңды. Потому что школымызға барып келгенде сіздермен связьда болайық деп, біз телефонды школға беріп жүрміз. Сосын бізде суббота күні основной бізде не болады? Генеральный уборка жасаймыз. Олар ұйықтайды, ұзақ ұйықтаңдар дейміз. Потому что демалыс қой. Түске дейін жатсаңдар да өздерің біліңдер, как үйде жүрген сияқты сезініңдер. Біз енді өзіміз бастықтың, бізден өкіметтің режимінен тыс өзіміз кішкене үйдің балаларындай қараймыз да. Жүріңдер, кішкене жатыңдар, аунап, рахаттанып жатыңдар, демалыңдар. Одан кейін барып тұрып, жуынып шайынып, сыртқа барып жүріп келіп, анау-мынау жұмыс көп. Ертесіне школдың киімдерін дайындаймыз. Оның бәрін бізге ешкім дайындап бермейді. Только воспитатель ғой бізде. Сол бәріміз бірігіп, біз тәрбие сабағын жүргізуіміз керек. Үтіктетіп үйретуіміз керек, үтіктеп, сабақтарын, дәптерлерін сыртын толтырып деген сияқты осындай жұмыс бізде. Кешке сосын телефонның уақытына дейін бәрін бітіріп аламыз. Сосын телефонды береміз, 2-3 сағат үймен сөйлеседі, бауырларымен сөйлеседі, ойнайды. Әйтеуір, өздері біледі, ары қарай телефонда не істесе де. Осындай, Гүлбахрам ханым. Кейде бізге мысалы, например, бүгін олардың қолы тиіп атқан жоқ, өйткені спонсор келіпті. Спонсор келгеннен кейін бізде вообще тірлік көп болады. Оларды күтіп аламыз, өнерлерімізді көрсетеміз, ойындарымызды жасап береміз, олардың тамағын, олардың да бізге деген арнайы сый-сияпатын күтеміз. Сонымен, в общем, 4-5 сағат кетіп қалады ғой бізде спонсорға ше. Сәлеметсіз бе, Айгүл? Мен оның бәрін түсініп отырмын. Үйде балалар тоже сондай көп телефон ұстамаған, бізді білмеген. Олар өзі даже телефон болса да өзі қарамаған телефонға. Потому что балалар басқа бір нәрсе қызығып жүрген.
ана или 1-2 сағат телевизор көре ма, YouTube көре ма, сосын далаға шығады, мысықтары бар, солармен ойнайды, ойнаған сондай. Сосын далаға шығып кішкене далада жүгіреді. Армина 4-5 сағат не қылады үйде, ана не қылған, ана подделка бір нәрселерді жақсы көреді ондай жасауға. Ол қыз постоянно сол үшін бәрі болған сол қыздың. Цветной бумага, картон, сосын ана қалаған не нәрсе, клей милей не керек, сол бәрі болған, бәрі өзі. Қазір менің сервантта бар, бәрі соның қыздың жасаған несі, жинақ болғанмен. Неден ана 3 жастан бастаған, где-то 5-7 жастан бастап сондай, даже неден, по-моему, 5 жастан бастап ол қыз не қылған, сондай өнері болған. Өнері болмаса да мен оған ештеме практически көрсетпеген. Иногда менен бір нәрсе сұрайтын, или мен кішкене білгі беретін ол қызға. Бірінші, сосын өзі неде ютубты көріп алатын ол қыз. Содан кейін қалаған нәрселерді өзі жасап не қылатын. Бізге әрбірімізге туған күнімізге 8 мартта, жаңа жылда постоянно сондай бір нәрсе подаркаларын жасап не қылатын, бізге сыйлайтын ол қыз. Оны мен бәрін түсініп отырмын. Просто менің балаларым басқа. Мен айттым сендерге. Армина кішкене аурушжан. Танира ол кішкене не ана гиперактивный бала. Мне нужно, чтобы постоянно балалар связда болған менімен бірге. Мен оларға айтқан, маған видео отчет жібересіңдер. Ертең бір рет, обедта бір рет, сосын түстен кеш жақын, бірақ сөйлесеміз, 7-де я 8-де болса да сөйлесеміз. Сол вақыт болғанда сөйлеген вақыт ата-аналарымен сөйлегенде, сол сөйлесеміз, или сөйлемесек, сөйлесек те сөйлемесек те бәрібір, сосын жататын алдында или уже ұйықта қалғанда арминада мен сұраймын, ол видео отчет маған жібереді. Міне біз мына жерде ұйықтап отырмыз дегендей, сонда не қыламын, сұраймын. Сол үшін телефон балаларға керек. Оның үстіне постоянно телефон Арминаның қолында. Танира көп ұстамайды. Кішкентай бала болғандан кейін ол қызығады, қыздарға, нелерге, далаға сол ойна береді. Бірақ ол да хочет тоже кішкене телефонмен отыруға. То есть әпкесі, постоянно әпкесі ұстап отыр телефонды. Поэтому баланы мен не үшін беріңдер деп жатырмын, потому что бала кешкі жақын сағат 7-ден бастап 8-ге дейін 1 сағат бересіңдер телефонға. Соған үлгіремайды ана Танира, вообще ештеме не успевает ничего сделать. Потому что сол кезінде тоже Армин алып алады. Қыз вообще 10 минут бар ма, 20 минут бар ма, сондай телефон кішкене қолда ұстайды. Именно когда только жаңа телефонды ұстағанда, менімен сөйлегенде, или кішкене ойнап алайын дегенде, воспитательдар келіп, сразу айқайлап алып кетеді. То есть бала вообще, Танира вообще, это вообще сол телефон, мына телефон Танираның телефоны. Танираға алып берген, ол Танираның телефонысы. Постоянно Танирада болу керек. Ана Арминаның телефонды сендердікі директор барып милициядан алып келсін. Ол директор сатып алмаған жоқ ол телефонды. Уже қанша ай өтіп кетті? Уже 2-3 ай өтіп кетті. Қайтарып берсін балаға. Номерді мен восстановить еттім, мен сосын апарып берем балаға. Айтыңыз директорге, барып алып келсін, Арминаға берсін. И Армина басқа Танираның телефонды ұстамасын. Сол үшін балалар постоянно менімен связды болу керек. Енді түсініп отырсыз ба? Мен сендердікі правила, там что-то меня не волнует. Потому что у меня басқа ситуация, басқа несі. Үйде балалар нормально развивались. Все было с ними хорошо, прекрасно. Они образованные были. Все было замечательно. Танира писать, читать все умела. Ее свободно можно было, 2-3 класста можно было, чтобы она сейчас училась. Сендер қайтып оны 1 классқа жіберіңдер. Не үшін білмеймін, соны білмей отырмын. Ана жерде заниматься еткен 7 ай 1 класстың несін бітірді ол қыз, 5-ке бітіріп, сосын бәрін үлгілерді, тетрадтарды бәрін біреу алып кетті. Жоқ, қайда сенікі десем, жоқ дейді.
қайтадан мына жерге келгенде бірінші классқа қайтадан жіберіңдер. Неге, не үшін? Екінші классқа жібермей ол баланы. Ол бала дома, она подготовлена была полностью, она все знала. Чуть-чуть плохо читала, но она умела уже читать бір нәрселерді, оқыған ол қыз. Насчет воспитания маған, пожалуйста, айтмаңыз. Хорошо? Мен оны жақсы білем. Режим тоже мен жақсы білем. Мен әрбір баланы постоянно режим соблюдать жүретін. Үлкен балдардікі постоянно не қылатын мен, қарайтын. Режим питания, гуляние, отдыха сол кезде просто мен ондай аурушам болмаған. Мен екеуді постоянно, күнді, каждый день постоянно өзім кішкентай болсын, 7 жастан кейін, ой, 7 жас, короче, до 7 лет или до 9 лет постоянно балдар менімен жүретін. Мен постоянно апаратын качельге, парктерге, нелерге постоянно олар гулять ететін балада. Менімен бірге қалаға кететін. Сондай алып кететін ол балаларды. А кішкентайдарды уже как-то не очень уже денсаулығым болмаған менің. Сосын ана бірақ кішкене болған, біз иногда жүретін ана площадкаларға кішкентай қыздармен. Сосын ана қалаға апаратын оларды. Паркте де барған, неге барған, қыдырып көп жерге барғанбыз. Бірақ онша часто емес, как үлкен балдармен бірге. Ол кезде мен жас болған, денсаулығым жақсы болған, қазір ондай емес. Содан кейін уже қанша 5 Танираны тудым. Танирамен сосын 1 жаста, 2 жаста болғанда, сосын 3 жаста, 5 жаста болғанда біз жүрген далада. Қыдырып, анда-мында качеля бір нәрселерге жүретін. Содан кейін бір 2 жыл, 2-3 жыл болды уже менің не болмаған, уже денсаулығым болмаған, балалармен жүрмеген. Балаларды жалғыз просто жібермеген. Жіберетін адам да жоқ. Апам қарайған. Балаларым үлкенің, ана қызым тұрмысқа шығып кеткен, ұлым өзінің жұмысымен проблемасын жүрген. Кіммен жіберем балаларды? Жалғыз жіберемен. Бізде мына качеледа, мына вообще Қарасуда деген жындыдар көп. Жындының балалары көп, бәрі жынды. Балалар просто жүрсе, отырса, бекерден бекер тиісіп атыр, ұрып жатыр, не қылып атыр. Не үшін мен баламды жіберем балалар? Мектепте де сондай. Мектеп жаман біздікі. Ол маған, это, пожалуйста, не говорите, хорошо? Я всех детей учила, воспитывала, все нормально было. Вообще, у вас дети там не имеют права находиться, вы не имели права забирать. Понятно? Сонымен еще разбираться будем. И айтыңыз директорге, Арминаның телефонды қайтарып берсін. Қайтарып бермесе, мен арыз жазам директорге. Как опекун сейчас мен өзім барып алып алайын десем, маған рұқсат бермеді. Потому что директорның несі, документтері дұрыс, директор опекун дегенде, сіз ала алмайсыз дегенде мен бармаған. Директор барып өзі алсын. Түсіндіңіз ба? Директор почему не может? Потому что директорның, получается, намына арыз жазған. Поэтому, может, она не имеет права. Маған бермей жатыр. Маған, мысалы, солар өзі звондап, мені шақырып, мына телефонды алып кеттіңіз, роспись қойып, андай-мындай ана сияқты, законный представитель сияқты келіп алып кеттіңіз демеген. Демесе, олардың енді өзінің проблемасы. Получается, полиция баланың телефонды ұрлап кеткен. Басқа біреуіне бере салған. Онымен тоже мен разбираться буду. Или пусть по-хорошему сіздің директор қайтарып берсін. И Танира өзінің телефонны өзі ұстасын. Потому что мына қыз үлкен, басқа балдармен общаться етеді, не қылады, қыздармен общаться, сөздері басқа. А бұл кішкентай 9 жастағы баланың телефоны. Түсініп отырсыз ба соны? Нельзя үлкен бала не жазып отыр, не істеп отыр, бір-бірімен олар не сөйлеп отыр, материться етіп отыр ма, білмеймін, не істеп отыр. Болмайды. Ол получится, ол кішкентай қыздың намына телефоны. Түсініп отырсыз ба? Проверка, ана неден, где защита прав детей болса, сосын мына қыз неге сондай жазады, сондай не қылады, сөйтеді деп, сосын кішкентай қыздың енді шешесін соттамайды, енді сендердікі директорды соттайды. Соны білу болыңдар. Потому что қазір, на данный момент, сендердікі директор опекун. Она отвечает полностью за детей. Что дети делают в телефоне, везде, она полностью за это отвечает. Дети тут ни при чем не виноваты. Үлкен қызым да виноват емес, кішкентай қызым да виноват емес. Сендердікі директор отвечать етеді соған.
Мен балаларға пока 10-15 жас болмағанда телефон бермеген ешқандай балалар. Просто балдар түсіп кеткен, сол үшін Танираға алып берген телефон. А вообще я до 15 лет я никому из детей телефон не давала. Потому что им нельзя было. Сосын 15 жасқа келгенде уже не телефондары болған үлкен балдардікі. Армина только при моем присмотре үйде телефонмен пользовалась. И обучающий, когда онлайн обучение болғанда үйде коронавирус неғында кезінде ана не қылған планшетпен оқыған мектеп сабақтарының бәрін. И то под моим присмотром бәрі болған. Қандай сөйлесіп жатыр одноклассникпен сыныстарымен не айтып жатыр бұлар бір-біріне деп, соның бәрін под моим наблюдением болған. Любой баланы до 16 лет я контролировала, что они делают в телефоне, с кем разговаривать, проверяла все, кто им пишет. Үлкен кісілер болғанда мен оларды блокировать тастадым, тастаған или балаларға айтқан сондаймен не қылмаңдар деп. Мен ол үшін маған айтпаңыз. Мен өзім анамын. Мен сендердің жақсы білем, режимін бәрін білем. Условия, режим питания, режим прогулки бәрін білем мен. Мен 4 баланы өстірген. Керек болса таңертең тұрған, больницаға барамыз ба, неге барамыз ба, гулять барамыз ба, сосын мектепке барамыз ба. Балдарды таңертең мектепке жіберіп, өзім жұмысқа кетіп, сосын кешке дейін жұмыстан кейін келгенде балаларын алып кетермін. Или үлкен балдарым өздері келетін. Или не қылатын Арминаны өзімен, когда бірінші классқа жүргенде, Арминаны өзімен не қылған. Ол алып келген. А кішкентай қыз бармаған, потому что мен жібермеген мектепке, потому что мына мектеп жаман. 3 баламды почти инвалид жасап шығады мынау мектеп. Не қылам мен сап-сау 4 баламды, 4-ші баламды сол мектепке беруге, чтобы всякие придурки вместе мұғалімдермен бірге менің баламды инвалид жасауға. Зачем? Мен сол үшін балаларымды тудым ба, біреу инвалид қылсын деп, біреу ұрсын соқсын деп па? Нет. Өздерін байқасын. Өздерің ата-аналары, шешелері, кім бар, бәрі туысқандар өзінің балаларға жақсы тәрбие берсін. Басқа балдарды ұрмаңдар, соқпаңдар, болмайды ондай. Жасамаңдар деп. Неге үйретпейді? Неге менің балаларым қиналу керек сол үшін? Неге мен қиналым керек? Неге менің балаларым соған не қылу керек сосын өмір бақы инвалид болып, я дұрыстап жұмыс істемей, я дұрыстап өмірі жоқ, я өзінің семьясын баға алмай, неге ондай жүреді өмір? Неге олардікі өмір енді сондай болады? Не үшін? Кім үшін? Я такого не хочу балаларыма. Вот так что не знаю, мен директорға айтқан, что телефон у детей будет с утра до вечера, она это знает. Если не будет, я на этот раз очень серьезные проблемы устрою. Всем. Айтыңыз по-хорошему, пусть по-человечески, пока я разговариваю по-человечески. Арминаның телефонды берсін қайтарып. Барып милицияға, барып алып келсін. Кімге берді ол телефонды? Мына уже февраль айдан бастап, январь, февраль, март, апрель. Февраль, март, апрель. Уже 3 ай өтіп кетті. 3 ай баланың телефоны жоқ. Кімге бере салды? Кім алып кетті? Кімге сатып жіберді білмеймін. Соны қайтарып, орнына қойсын. Немесе басқа жаңа телефонды алып берсін. Все, что там было в телефоне, сосын бұлар восстановить етеді. Если удалили, уничтожили, бәрібір мен керек заттарды сол телефондан өзіме көшіріп алған. Өшірсе де, не қылса да, перезагрузка, перепрошивка жасаса, бәрібір менде бар ол. Түсіндіңіз ба?
керек болса ол неде гуглда бар. Мен сосын номермен мына қайтадан восстановить еткен номерді алып басқа жерге салып Google несін восстановить етсем, бәрін қайтадан болады. Оны никто не имеет права өшіруге. Түсіндіңіз ба? Соны біліп болыңыз. Если өшірсе, мен сендердікі милициямен, прокуратура болса да, сосын ана директордың бірге бәрін уже конкретно қолына алам и конкретно уже басқа сотпен соттаймын. Иә, Арминаның қазір сөзіңіздің бәрін мен толық оқи алмай отырмын. Оқығанда тағы да толық жауап берем. Арминаның телефонына мен именно өзім рободаға бардым. Енді сол біз барғанда біз звондамай барып қалыппын мен. Доверенностьпен барғанмын. Сөйтсем, мен түрмеде жүрмін, мен жұмыста емеспін. Маған звондаңыздар, сосын келіп аласыздар. Ол телефон қазір менде емес, менің екінші жаңағы тергеушіде деді. Екеу болады екен ғой оларда. Сода деп айтты. Оны мен Жамал Маратовнаға телефонын беріп кеттім. Жамал Маратовна оған звондап, мен жұмыстамын, телефонды алып кетіңдер дегенде, Құдай қаласа барып әкеп береміз. Иә, анау Армина поделканы өте жақсы жасайды. Өнерлі, прямо. Біздің поделкаларды, нелерді сол Армина жасайды. Армина, басқа қыздар көмектеседі. Наташамыз біздің керемет жасайды. Қасында қыздар көп, барлығы да бірге отырып. Армина бірақ лучше жасайды оны. Ол басқа қыздар да біледі оны. Жақсы жасайды. Өте тамаша. Ол жағы енді керемет. Мына үйде менде и басқа кісілер алкаш емес, наркоман емес, проституткалар жоқ. Біз ондай не қылмаған, криминалмен араласпаған, балаларды сатпаған, балалар далада қаңғырып неде мусоркаларда жүрмеген, аштан аш жүрмеген, тамағы бар бәрі, киімдері бар, телевизор, интернет бәрі болған. Су бар үйде, суық су бар, ыстық су бар, бәрі бар. Олар бәрін сотта іштеме жоқ, балдар аштан өліп жатыр, тамағы жоқ, андай жоқ, мындай жоқ, жалғанды соғып, сосын еще маған нені жазып отыр. Судимость какой-то, блядь. Менде судимость жоқ. Бәрін справканы бере салдым. Психдиспансердан, наркодиспансердан, тубдиспансердан, справка о несудимости бәрін беріп жібердім. Міне менде іштеме жоқ, балдарымды қайтарып беріңдер дегенде, қайтарып бермеген. Енді өзін убалына өзіне, өзінің гунасына өзіне. Түсіндіңіз ба? Вот пусть будут теперь отвечать за свои сами грехи, проблемы, то, что там натворили, наделали. Мне уже плевать по барабану. Сонда жағдай енді. Кто врал, кім өлтірік айтқан, бәрін шешеміз енді. Қазақтарға басқа біреуін айтып, орыстарға басқа біреуін айтып, мен басқа жерге барсам басқа біреуін айтып, ұйғырдар ана жерде алкаштар, блядь, оғырлар, басқа біреуін айтып, бір нәрсені цыгандар мына жерде басқа біреуін айтып, өлтірік айтып бір-біріне. Не сұмдық ол? Олар енді олар айтып отыр, мейлі. Басқалар миысы бар ғой, енді адам, үлкен адамдар, кішкентай балдар емес. Неге соған сенесіңдер? Сенсеңдер, даже сатсын баланы, сатпасын баланы, алқаштың баласы болсын, наркоманның баласы болсын, ондай баламен енді ондай сөйтеу керек, мындай сөйтеу керек. Жоқ, мына бала проституткадан болған, или мына баланы сатып жібереді, не қылмаңдар, араласпаңдар дегенде неге ондай қарап отырасыңдар? Болмайды ондай. Түсіндіңдер ма? Закон бойынша вообще болмайды балаларды сатуға, эксплуатировать жасауға, тойға апарып концерт жасауға болмайды онда. Это эксплуатация дейді, рабство дейді детей. Неге өзіңдің басымен ойламайсыңдар? Неге айтып, ондай болмайды, бала сатын. Тем более, если біреу баланы сатып жүріп не қылса, сразу сендер моментально, именно вот воспитатели все, моментально сразу сендер обязаны были сообщить специальные органы. Тем более, когда видите, что детей продают. Не надо вот так мимо проходить.
Сендер қандай адамсыңдар, қазақтар? Түсінбедім соны. Мимо жүресіңдер, ай, сондай сөйтеді екен, ай, жүре береді, онда өмір екен, несі екен. Кімді тыңдап отырсыңдар? Цыгандарды ма? Какой-то азербайжандар, армяндар, басқа ұлттар, неге оларын тыңдап жүрсіңдер? Олар сендерге әте сонда тыңдап жүрсің, сондай сөйтесің, араласпасын. Сосын олар да балаларды не қыламыз, қорқытамыз, или андай мындай балаларға на детях заработаем, и мыналарды не қыламыз, мыналарды тоже преступник жасаймыз, соучастник преступник жасаймыз деп. Біз қылған заттарды оларды айтпайды, бізді ұстамайды деп солай жүреді. Ондай болмайды. Сразу айту керек. Көрдіңіз ба, көрмедіңіз ба, соны айту керек сразу. Это во-первых. Во-вторых, даже если сендер соучастник болсаңдар, срочно надо тоже сказать. Мен білмеген, бұлай істеген, бұлай маған айтты, мен түсінбедім деп. Оны айтпасаңыз, сізді де соттайды. Оны айтсаңыз, сізге оншама көп болмайды. Олар сізді үшін, басқалар үшін не қылмайды олар. Не переживает, сендер керек емес оларға. Балаларды керек емес. Өзінді олар переживает, өзінді қорғап отыр, қорқып отыр, потому что именно соларға гына болады, самый больше им будет. Их сразу на много лет посадят, соны қорқып отыр. Соны қорықпау керек, соны айту керек, түсіндіңіз ба? Менің балаларым никто никогда не трогал пальцем, никто никогда не насиловал, я нигде их не продавала. Поэтому никто не имеет права их прикасаться, түсіндіңдер ма? Олар сатқан басқа балдарды сатқан, басқа балдарды көрген, басқа балдарды алқаш бір әйел сөріп жүрген, басқа бір балалы. Соны ұстаңыздар, содан балыны ала салыңдар. Соны неге не қылдыңдар? Түрмеге отырсын сол әйел. Не хотите? Потому что ол сендердікі өзінің қазақтары, сол үшін сөйтіп отырсыңдар. Дұрыс па? Сондай. Мен сізге анау күні айттым, мен қаным емес. Мен просто Гүлбахрам. Мен түрк емес ханым болатын. Түркменмен жүрмеймін. Керек болса турктардың тоже жанын шығарам, сондай сөйткенге. Түсіндіңіз ба? Менің ақшам болмаса да, башқа бір нәрсеге болмаса да, менің күшім бар, мен бәрін жасалам, керек болса. Тем более өзімдікі балдар үшін. Өзімдікі болсын, өзімдікі болмасын балаларым. Жасайым. Түсіндіңіз ба? Менімен ойнамаңдар. Оны сенбей қойыңыз, өлтірік айтып отыр. Ол телефонды басқа біреуге берген, не жасаған сол мына 3 айдың ішінде білмеймін. Қайсы қызға берген, ол қызды бір нәрсе істеген ба, не қылған. Сразу бір ай өткенден кейін сразу надо было забрать. Только бір ай беріледі. И то там вообще 5 секунд оны тексеру 2 апта өтеді оған телефонды. Все, материалды керек, материалды алып алады, копия жасап алады, жібереді копиясын, болды, оригинал керек емес, оригиналды қайтарып бере салады. Қазір басқа заман, қазір цифровой век, қазір все телефонмен, компьютермен жасайды, соны просто копиясын түсіріп алады. Қазір ешкімге даже оригинал бермейді. Қазір менде арыз жазғанда даже оригинал жібермеймін, неге? Сканировать етеді, болды, жібереді судьяға. Оригинал менде қалады. Сосын, чтобы потом бір нәрсе болғанда, мен оригиналды келіп көрсетем. Міне мен арыз жазған, міне менде неде сотта емес, неде емес, архивта емес дегендей. Қазір басқа замандар совсем. Поэтому максимум расследования проводится в течение месяца, 30-40 дней. 30 күн, 40 күн өтеді. 3 ай емес. Ол серьезный там убийствомен, немен араласатын преступление болғанда, вообще, содан, конечно, уже от 3 до 6 месяцев они имеют право у себя вещественные доказательства хранить. А вот это максимум месяц, брай. Сосын қайтару керек. Өлтірік айтады олар. Потому что мен Арминаны 3 жастан бастап неде интернетке, компьютерға үйреткен.
бірінші классқа барғанда ана уже умела как 5-ші класстық қыз сияқты оқушы сияқты уже умела рисовать. Үйде соған мен үйреткен өнерісін, соның направлениясы соған болсын деп. Постоянно нені әперетін, бәрін әперетін. Сосын специальный барып неге краскілеті не деге ана германский қымбат, енді онша қымбат емес, қанша ақшам жетті, но нормальный, тоже не дешевый. Барып специальный германский краска әпердім, кисточка әпердім, бәрін әпердім. Үйде бәрін жасаған ол қыз. Өзім не қылған. Сосын бәріні 6 жылдың ішінде біз үйде домашний обучениеде отырғанбыз. И Танираны бірінші, екінші сыныптың, ну бірінші точно, бірінші сыныптың несін оқып тастағанбыз. Нені? Үйреткен қызды. Ана почти уже как будто бірінші класс бітірген қыз сияқты болған. Серден уже 9 жасқа кірді, 10 жасқа кірді, қайтадан қызды бірінші классқа беріп отырсыңдар. Не сұмдық ол? Түсінбедім. Мен ана арасында сіздің неңізді оқып қалған жерлерімді мен екінші жұмысымда отыр едім. Енді сіздің мына біраз сұрағыңызға бізде соцпедагог қана жауап бере алады. 3-ші класс оқу керек еді, 1-ші классқа түсіп қалды деген мәселенің бәрін сол кісі өзі түсіндіріп айтқан шығар сізге, или айтады сұрасаңыз. Біз емес, біз просто группаға келгеннен кейін біз қарайтын тәрбиешіміз ғой. Енді денсаулықтары бәрі жақсы. Білмеймін, мен өзімнің сменіме жауап берсем, біздің группада қыздарымыз біздің жаман емес. Үлкен қыздар уже студияға кетіп жатыр. Өзіміздің жаңағы средний қыздарменен 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 оқитын қыздарымызбенен отырмыз. Бізде бәрі нормально, уайымдайтын ештеңе жоқ. Бізде білесіз ба, барлық уақытта видео жасап жібере беруге уақыт болмайды. Сіз бізде бір күні болып көрсеңіз ғой, біздің режим қандай екенін көрсеңіз, ол жерде бізде тәртіп, тәрбие болады. Біз сонымен жұмыс істеуіміз керек. Менің алдымда 10 қыз бар. Мен 10 қыздың әрқайсысы бізде режим. Ал мен Танираларға телефон беріп қойып, мына аналда мамаңа видео түсіріп жібер деп, барлығы соны сұрайтын болады. Сіз бердіңіз ғой Танира мен Арминаға телефонды. Бізге неге бермейсіз? Болды. Сонымен бізде айқай шу ұрыс басталады. Сол үшін бізде даже бұл уақытты бізге бастықта тәртіп бекіткен жоқ, жоғарғы жақтан бекітілген ол. Сол кісілердің бүткіл біз сияқты интернатқа бекітіп берген уақытыменен біз жүреміз, және бізді қарап отырады. Мен қыздарға айтам, сабақтан келгенде, кеткенде, пожалуйста, мынау камераның астында қарамаңдаршы телефонға, потому что управление любой уақытта бұлардың режимімізді управление тексеріп тұрады біздің. Сол кезде режимсіз бір нәрсені байқаса, все, хайбай бізде. Не үшін айлық алып отырсыңдар, неге бақыламайсыңдар, неге лишний раз жүреді қыздардың, балалардың қолында телефон деген сияқты мәселелер болады бізде. Бізде солай. Сонымен айтам, камера жоқ жерде қарап отыра тұрыңдар. Бізде адамбыз, мүмкіндік береміз кейде. Береміз мүмкіндік. Кішкене ұзағырақ ойнасын, отырсын. Кейде суббота, воскресенье мен бастықтың сол айтқанынан тыс жарайды 10-ға дейін қараңдаршы. Целый 11-ге дейін болды, өткізесіңдер 11-де деп біз уақытты созамыз, оны байқайтын шығарсыз. Кейде сол уақыттарда сіздермен балалар сөйлесіп отырады ғой. Ханым, сіздің мына запистарыңызды мен оқып үлгермей жатырмын. Оқысам уже дұрыс емес, айтып атқандарыңыз бізге. Документіңді туралап келіңіз да, балаңызды алып кетіңіз. Біз сіздерменен, біз барлық ата-анаменен біз связь жасап жатырмыз. Мүмкіндіктеріңіз болып жатырса, балаларыңызды алыңыздар. Баланың қолда өскені ол және дұрыс. Бұл жерде біздің кінәміз жоқ. Бұл управлениенің, біз сіздің үйіңізден бар бұл баланы алып кетпедік. Бізге сан қалып кетті, саннан бізге өткізіп тастады. Бізге кешеде 5 қыз келді. Санда не үшін жүреді бала? Мен білмеймін, не үшін жүреді? Сіздің состояниеңізге, жағдайыңызға қарай жүрген шығар, оны мен білмеймін. Бірақ мен сіздің мына аузыңдан оқуға нервім ауыр жетпейді. Потому что
Потому что сіздің айтып жатқаныңыздың мен жартысы мен үшін бір сказка сияқты болып тұр. Дұрыс емес, дұрыс емес. Дұрыс ойланыңыз. Балалар өте жағдайы жақсы. Документіңізді туралаңыз дағыны, ең әңгіменің қысқасы, келіңіз да екі қызды алып кетіңіз, пока не поздно. Еще Танира маленькая. Алып кетіңіз. Ешкімнің қарсылығы жоқ. Только документпен келіңіз. Мынаның бәрін мен оқып үлгере алмаймын, кешірерсіз. Ал телефон мәселесін біз шешеміз. Телефонды понедельник болсын береміз. Біз ол жерде ешкімнің телефонын құртып жіберген емеспіз. Наоборот, бізге телефондар, біз сол жерде телефонсыз, дымсыз келген баланың бәріне біздер планшет, телефон, ноутбукқа дейін подарить етіп, мейрамдарда беріліп жатыр. Өте жақсы. Киімдер керемет. Тамақтары тоқ, тамақ деген жетеді. Азанды кешкі түсте ішіп жатыр. Школға апарып тастаймыз, алып келеміз. Сабағыңды оқы. Бізге артық әңгіме емес. Біз тек айлығымызды ақтап, осы балаларға мейірім көрсетіп, еще сіз қыздарыңыз, мысалы, Танира сондай адамға жақын, оны білесіз ба? Құшақтап, апай деп үйреніп кеткенбіз біз. Сіз бізге ауыр әңгіме айтсаңыз, біз ренжиміз. Неге? Өйткені біз сіздің балаңыз бағып жатырмыз, қарап жатырмыз. Өкіметтің баласы болып есептеледі. Біз де өкіметтің адамымыз. Кешіріңіз, мені. Мен де анамын, мен де түсінем. Біздің уже пәлен жылдық стажымыз бар. Біз жұмыс істеп жатқан адамбыз сол жерде. Қандай қыз келсе де басынан сипап сөйлесеміз. Бізге тапсырма беріледі, біз соны істейміз. Болды. Бұл жерде только сізден өтінем. Иә, 4 балаңыз бар екенін білемін ғой. Сол сияқты документіңізді туралап келіңізді алып. Не істеп жүрсіз енді? Қанша уақыт кетті? Бізде жүргеніне бәлен уақыт болды уже. Ол жақта қанша уақыт санда жатты? 1,5-2 жыл болып қалды ғой енді. Документін туралаңыз. Сөйтіңіз дағыны. Алып кетсеңіз, ешкім қой демейді. Управление де сізге қой демейді. Неге? Өйткені сіздің документіңіз дұрыс. Болды, одан басқа талап жоқ қой, ешкімде де. Мен сізді де түсініп отырмын. Сіз просто енді тәрбиеші, воспитатель, сіздің оның несі жоқ оған. Просто сендердікі ана социальный педагог басы істемейді кішкене. Вообще басқа нәрселерді ойлайды, сөйлейді, басқа бір нәрселерді жасайды. Ол вообще не сияқты, как будто социальный педагог емес, как будто какой-то бір жерден түрмеден шыққан преступник па бір бәле. Сонда жүреді сендердікі директормен бірге. Олар ондай сөзге түсінбейді. Мен айттым, бұлай, ана жерде оқыған, андай-мындай. Жоқ, біз білмейміз, оны комиссия шешкен, комиссия тексерген баланы. Енді бала жақсы оқыса, 7 айның ішінде жақсы оқыды бала. Неге ол бәрі қалмады? Неге қалмады балада? Это уже подозрительно. Соны түсіп отырсыз ба? Поэтому қалу керек знаниясы. Вот. Сол уже оған сол нелерді, ана жердікі жетісу неден нелер кінәлі. Как его, не дейді? Тәрбиешілер кінәлі, воспитательдар солар, мұғалимдар олар кінәлі. Значит, баласын несін, не қып тастаған, памятсын, үшіріп тастаған, білмеймін. Сосын балалар қайдағы интернат айтып отырсыз. Бұл интернат емес, енді бұл центр поддержки. Сосын ол детдомда емес. Потому что незаконно алып кеткен баланы никто не имеет права детдомға жіберуге. Детдомға балдарды жібереді только тогда, когда ата-аналарды полностью родительский прав лишать етеді. Олардың основаниясы жоқ. Мені лишение родительский прав. Основание білесіз бе не үшін болады? 4 основание болады. Ата-аналары оны емдеп не қылғанда уже не қылып, как его, ну то есть не исправились, сақимаған дегенде, арақ ішетінден
қоймағандан кейін лишать етеді содан алқаштарды, сосын наркомандарды, сосын ана өзін сататын әйелдер, ана проституткалар дейді, содан алып кетеді балдарды, лишать етеді. И если ата аналары біреу өлтіріп тастаса или түрмеде отырып уголовный несі не дейді, судимость болса, уголовный судимость, сол кезде бермейді, вообще не имеет права, то есть лишение родительских прав жасайды, и балаларды сол кезде, сол үшін, когда серьезный сондай не қылғанда алып кетеді неге детдомға. Поэтому онда айтпаңыз, сөйтпеңіз. Интернатқа мен өзім жібермеген балаларды. Өзім тастамаған сол жерде. Өзім өмір бақы балаларды өзім бақып жүрген. Сендердікі орган опеки бар ма, сосын милиция, ювенальный полиция бәрі, адвокаттар, медиктар, мұғалимдар, управление образованиедан несі даже бастығы келіп, мына незаконно, нахально балдарды қорқытып, шөштіп, ана жерге, мына жерге не қылып, мені ана жерге тастап, мына жерге лақтырып, мені ұстап, мені не қылды, мені не үшін сондай қылады. Солы қылып, балаларды қолына алып кетіп, көтеріп, ұрлап алып кеткен. Ювенальный полиция ұрлап алып кеткен. Тыныш үйден, жақсы тыныш үйден алып кеткен ұрлап. Даладан алып кетпеген, далада қаңғырып жүргенде, ана жерден алып кетпеген, жасамаған. Балаларға мына үйде ешкім ештеме жасамаған. Кім соны айтты, кім айтып берді, мен білмеймін. Жамандықты. Сол балаларды мына жерде, тем более мен бәрі балаларымды қорғайтын бәрінден. Ағасы болсын, несі, әпкесі болсын, менің шешемді болсын, балаларға бір нәрсе айтса, ұрса, я қол көтерейін дегенде, мен балаларды защищать ететін өмір бақы мына үйде. Білесіз ба соны? Поэтому мен балаларды ешкімге ешқашан неге бермеймін. Біреуінің қолына ұрсын деп, соқсын деп, ұрыссын деп бермеймін ешкімге, түсіндіңіз ба? Сондай мен қараған балаларға. Поэтому мына жерден никто не имел права забирать. Балаларды забирать мына жерден, жақсы жерден, спокойный жерден, де балалардың психикасы жақсы болады, физическое состояние жақсы болады. Не имеет права апарып, жаман жерге салып о балаларды, где там наоборот оларға издеваться будут, что попало будут делать, психикасын нарушить етіп, здоровьесін нарушить етіп, 1,5 жыл балдар сол жерде. Ана жерде 7 ай болды, сосын мына жерде сендерде тоже почти 7-8 ай, почти 1,5 жыл болды, и соның ішінде, сол айлардың ішінде балалар постоянно болели. Постоянно келсем, постоянно ауырып жүретін, не сұмдық сол. Мына жерде ешқашан ауырмайтын балалар. Тем более ана неде прям жанында несі бар, ана туберкулезный диспансер бар. Конечно, ауырайды балалар. Балаларды спокойный, нормальный, ана Түрксібский райондағы қайсы ол, жұлдызда. Сол жаққа апарғанда, сол жақ жаман жақ. Там вообще страшно издеваются над детьми, ужасно. Ол жерге жаман балдарды апарады. Мына жақсы балдарды неге сол жерге апарды? Не үшін апарды? Соны білесіз ба? Білмейсіз. Ол бәрі полиция кінәлі, орган опека кінәлі. Жақсы балдарды они не имеют права сол жерге апаратын. Түсіндіңдер ма? Ойла береді, сол жерге апарсақ, балалар қорқып кетеді, и мына Қарасудық мектепке жүреді деп. Жоқ, ондай емес. Наоборот, теперь еще хуже мен жасаймын. Пока мына Қарасудың школға, ана Жетісуның школға, Жетісуның несіге нені апарам керек болса, СМИ әкелем, пресса әкелем, и добьюсь нелерді, чтобы мына школды, екі школды, ЦПД-ді жауып тастасын деп добьюся. Түсіндіңдер ма? Потому что там происходит жестокое обращение с детьми. Там жестокое обращение с детьми, как будто они хулиганы, бандиты. Менің балдарыммен не үшін сондай жасаған? Не үшін?
Они не виноваты. Неге өзін бандит балдарды, өзін полиция жақсы бағалмаған, уырлар жақсы бағалмаған, ана алкаштар жақсы бағалмаған балдарды, жаман балдарды үйде қалып, менің балдарымды не үшін алып кеткен? Вы думаете, соған отвечать никто не будет, что ли? Будет отвечать теперь. Бәрін отвечать етесіңдер. Кім балдарды подставить еткен, кімнің баласы сондай жаман істеген, енді сол баланы, пока мен ұстамағанша, я тоже не успокоюсь. Түсіндіңдер ма? Сол балалар гнали үшін, менің балаларым ана жерге түскен үшін, сол балаларды мен білем қайда олар тұрады. Ата-аналар кім білем мен. Ол алқаш, придурок ненормальный. Бір рет маған звондады, Арминаның WhatsApp-ына звондап, айтып отыр: ваша дочка не деді, ко мне пристает, она не деді, не деді ол албасты. Она вот это, как его пишет мне, как будто мне пристает, она у вас развратная, бір бәле демей ма, 10 жастағы баланы. Мен сосын боқтап жібердім, бәй жынды, ол саған жазбады, не айтып отырсың сен? Арақ ішіп алып алқаш, ненормальный. Уятсыз дедім. Значит, мына кісі өзі педофил. Педофил, сондай педофилдар сондай айтады. Өзі балдарға башқа біреуін тиіскенде. Или өзінің қызы сондай бұзық болған. Сол өзінің қызын көтін жабайын дегенде Арминаға, инвалид балаға атып жіберген. Оны тоже соттаймын мен. Ол кісіні. Обязательно. Просто оған да Қарасудікі милициялар көмектескен. Ол алқашқа. Сатқынға. Оны соттаймын. Ұйғыр болсын, қазақ болсын, любойды соттаймын мен. Сот қылмаса, милиция қылмаса, өзім барып боғып тастаймын оны, керек болса. Ол қыздың, оның қызына басын барып жарам, Армина сияқты басы жарып жүрсін ол қыз. Сосын түсінеді қалай ол. Сосын көрем оның қызы қалай тұрады, не болады. Соның бәрі керек болса жасаймын. Если меня достанут, менің балдарымды қайтарып бермесе, по-хорошему, сонда мен сөйтем, жасаймын, обязательно жасаймын. Мне уже все равно, маған уже бәрібір. Последний менің издеваться етіп последний шамым неге кеткен, ана шешем қайтыс болғанда, это уже последний капля была. Болды уже мен не қылмаймын. Сондай жынды кісілер бар. Жынды емес, хитрый олар. Әттей жасайды сондай. Бірақ мен оған жазған. Мен сүт іздеген, домашний сүт, сонымен просто сүт туралы сөйлескен. Не үшін, қандай үшін ол не қылды білмеймін, жынды басы істемейтін. Оны еще я покажу. Сол кезде мен сразу блокировать етіп тастаған. Сосын бір-екі рет көрдім оны. Сосын білмеген соны. Білмеген. Когда балаларды алып кеткенде, мен уже бәріне түсініп, не қылып уже түсіндім. Мынау кісі не істеген, не жасап қойған, ол бәріне енді отвечать етеді ол. Обязательно я добьюсь, чтобы ол енді отвечать етуге. Ол и соның әйелісі. Олар вообще аферистар, урлар, мошенниктар, алқаштар, оларды вообще надо түрімге отырғызу керек. Көп адамдарды алдап шыққан олар. Мына неде тұрады, мына Алматинский переулокта тұрады, жанымда. Недалеко. Керек болса адресін, үйін көрсетем, апарам. Менің балаларым воспитанный, нормальный дети болған. Ол жерге бар, олар ешқашан жаман сөз айтпаған, ұрыспаған, дурак, дурачок деп білмеген. Қазір нені айтып отыр? Материца етіп отыр, ана жерде үйреніп қалған, ана жерде үйреніп қалған. Ана жерде апайлар да сондай сөйтеді, сөйлейді. Балаларға темекі береді, несін береді, не үшін береді ауыршан балаға? Ана жерде 13 жастағы бала темекі шегетін болды. Ешқашан мына жерде, себебі үйде анамсымен болғанда, ешқашан темекі шекпеді. Менің балаларым, үлкен балдарым тоже араласында не болған, ана влияниесі жаман балдар болған, бірақ олар темекі шекпеген. 16-17 жасқа келмегенде шекпеген темекі. Мына кішкентай 13 жастағы балаға, аурушан балаға темекі үйретіп тастаған.
Не сұмдық ол? Сіз соны енді соны айтып жатырсыз, что у вас там хорошо, сендердікі тәрбие жақсы бә. Какой жақсы? Балалар темекі шегеді сендерде, пиво ішеді, арақ ішеді, бір-бірімен жатады. Не сұмдық ол? Не істеп отырсыңдар? 12 жастағы қыздар жігітпен жүріп уже вовсю там не қылып отыр. Половой жизнью занимается. Не, қандай тәрбие? Нені айтып отырсыңдар сіз? Нені айтып отырсыз сіз, а? Сіз кішкене ойлаңыз басымен. Менің балаларымға не надо этого учить? Не сұмдық ол? Не істеп жатырсыңдар? Түсінбедім мен. Балаларға қарап отырсыңдар ма, или балаларды не жасап отырсыңдар? Түсінбедім мен. Алқаш, наркоман, темекі шегетін, бір-бірімен жататын, бір-біріне беретін, сондайға үйретіп жатырсыңдар ма? Или балалармен проститутка жасайын деп жатырсың? Ол сендердікі мектеп емес, тәрбие беретін мектеп. Сендердікі, по-моему, школа бандитов и школа проституции. Вот она у жетісі жақты школа бандитов, а мына жерде школа проституции у вас. Центр, не центр поддержки баланың. Ана жерде точно бандит криминалисттанды үйретеді балдардан, жақсы балдардан. А мына жерде проститутка қып үйретеді. Ойбай, сіз вообще не айтып отырсыз? Менің бәрі доказательством бар, бәрі видеосы бар, голосовой бар, фотография бар, балдар не істеп жатыр, не жасап жатыр, бәрі менде бар. Соны милиция бәріні WhatsApp'та өшіріп тастадым, бәріні өшіріп тастадым деп ойлап отыр ма? Ой, короче, ладно, болды, рахмет. Сосын ақырындап оқыңыз. Хорошо, если қазір уақытыңыз болмаса, сосын ақырындап оқыңыз, не қылыңыз. Мен документтерді бәрін еще ана жақта болғанда, жетісу жақ, неде, как же анау, аты кім еді? Жұлдыз районда, жетісу центр поддержка, Турксибский районда, мен сол кезде сол жерде балалар болғанда, бәрін документті жібердім. Неге қайтарып бермеді маған балаларды? Бәрін жібердім. Мына жерге айттым, мен бермеймін, мына жерге барып соларға дұрыстап сөйлесіп директормен, мынандай документім бар, мен сізге берем, балдарымды қайтарып беріңіз десем, ол айтты маған, сіз когда еще сол кезде просто ограничение болған, лишение родительских прав болмаған. Сол кезде барғанда ол маған айтып отыр директор, сіз барып жетісуский бір бәлеге барасыз. Не үшін жетісуйскийге барам? Сол жерге барып не қылыңыз, нені сотқа барып ар жазыңыз, неге сотқа, не дейді, на восстановление родительских прав дейді. Қайдағы восстановление родительских прав, если суд лишения родительских прав болмады? Қайдағы восстановление родительских прав? Не сұмдық, не ол, не істеп жатыр мыналар? Бәрін айтып отырмын ғой. Сол үшін мен отказ жасадым. Мен дедім, ондай документ сізге бермеймін. Менің документ бойынша мына жұмыс істейін ба, істемейін ба, қандай балаларымды бағам, балам жұмыс істей ба, мен кішкене ақырындап жұмыс істеймін, үйде кішкене ақырындап жұмыс істеймін, пока продукты бар, несі бар, бәрі бар, пока балдармен ештеңе болмайды. Я имею право алып кетуге үйге балаларымды. Ол ремонт бітті, бәрі бітті, бәрін суреттердің бәрін жібердім. Үйде просто, сосын мені алдап олар кішкентай бала сияқты, ой, сендердікі аварийный положение дома, андай ремонт жасаңдар. Бішара балам не қылды, неге 2 миллион не алып, заттарды бір жылдың ішінде кредит төліп жүрген. Солар үшін балдарымны мамама балдарымны қайтарып берем деп ремонт жасатып, не қылды сондай. Ремонт бітті, еще былтыр бітті, уже бір жыл өткетті ремонт біткеннен кейін. Май айында мен жібердім, бәрі документі, нелерді айттым, міне, не қылып. Не қылғанда, не дейді? Міне, ремонт бітті, бәрі бітті, сосын қайтадан, шешем қайтыс болғанда, қайтадан бәрін жібердім. Неге специально не қылсын деп бұла түсімегенде,
орыстарға арнап орыстар шешсін мынаны соттың несін документі деп, потому что олар бірінші тоже қарайды. Қазақтар басқа сөйлеп алдап жүрсе, басқаларды нені олар оған не қылмайды, бермейді ондай несін. Не позволят, потому что жоғарыдағы адамдар, орысша сөйлейтін адамдар көп. Олар түсінеді менің публикация жасаған, нені жасаған, не істеп отырмын, не білдіріп отырмын. Документ не обязательно соған. Достаточно менің справка, бәрі справкаларымда, который мен бағана сізге айтқан. Справка о несудимости, нарко психдиспансер, тубдиспансер, что я там не состою, ешкім тұрмаған, болмаған, үйде туберкулез ауыратын адамдар жоқ, сосын наркомандар жоқ, алкаштар жоқ. Соның бәрін жіберген мен өз кезінде. Сосын справка милициядан сұрадым, бермеді милиция. Мен, что сендерде не қылмаған балаларым, и мен сендерде учетты жоқ дегенде справка бер десем бермеді ол участковый. Сосын балаларға беретсем, ой, басқа жерге звондайсың, андай-мындай басқа жерге именно балалар беретін ювенальный полицияға деді ма бір жерге. Сол жерге сұрасам интернеттен, неден, WhatsApp-тан, оны бере алмаймыз дейді. Не үшін бере алмайды? Значит, балаларға бір нәрсе, преступление бір нәрсе жазып не қылған, жазған. Конечно, сол үшін другой причина не может быть, понимаете? Если балалар нормальная семья, все нормально, балаларды никто не имеет забирать, никто не имеет права держать. Оның бәрі директордан, социальный педагогтың айтқан өлтірік. Біз за то, чтобы родители были с детьми, мы наоборот вперед идем, мы наоборот не қыламыз. Бәрі өлтірік оны. Әтте өзі ұстап отыр, елдің алдында өзін жақсы көрсететін, өзі ішінде өте жаман әйел сендердікі бастықтарың. Ужасно страшный адам, преступник ішінде. Что социальный педагог, что не. Балалардың мисын қатырып, программирование жасап, гипноз жасап, бәрлерін жасап, несін оқыған нелерін памятін түшіріп, қайтадан тупой жасап балаларды. Білмей, может, басын ауырып жіберген. Оны бәрібір рентген бір нәрсені істеп түсірем ғой мен. Ол директор сонда айтып отыр, ол өлтірік айтып отыр. Жоқ, біз наоборот хотим, өзі шешесі келмей жатыр, анда қанша мен келем. Бір жыл емес, бір жарым жылдың ішінде жүрдім ғой мен, суд болсын, не болсын, ана жер, мына жер, бәрі справканы жинадым. Хорошо, бармай неде онлайн бәрін жинап қойдым, неге, телефонға. Бәрін жинадым. Жібердім бәріне, WhatsApp-тан бәрін жібердім. Неге оны қабылдамады? Неге балаларымды қайтарып бермеді? Соны маған айтып берсін. Они не имеют права, не имели права. Мен бәрін документ бергенден кейін не имели права это сделать. Сосын мен кішкене дұрыстап болғанда өзім керек болса табам жұмыс, таппасам там пока балаларым не қылады. В любом случае мен табам не мен балдарымды бағуға. Оны қорқпаңыз. Сендердікі ғам болмасын оған. Мен біліп отырмын не үшін балалар алып келген. Ана президент Тоқаев ма, Назарбаев бір бәле балаларға 1 миллион береміз, оқығанды сол ақша үшін балаларды ұрлап кеткен мыналар. Сол ақшасын аламыз балаларға деп. 16-ға түске не қылғандан кейін. Өзіміз ақшасын 1 миллион оқуға беретін ақшасын алып аламыз. Өзіміз ана по блату неге мынандай, не дейді, беспонтовый колледжға бір нәрселерге жібереміз, не қыламыз. Соны ақшасына өздің балаларына неге жібереді? Шетелге оқуға. Мыналарға болмайды деп. Басқа бір беспонтовый бір колледжға тығады, бір неге, бесплатный колледжға болды сонымен. Мен соны білмеймін деп не қылып отырсыз ба мені? Сосын балаларға шыққаннан кейін квартира аламыз деп соны ойлайтын шығар олар. Запомните просто, сирота болмаған балаға, шешесі бар балаға, родительский прав лишения не қылмағанда, никто балаға квартира ала алмайды. Ол шешесіне беру керек, балаға емес.
пусть до совершеннолетия болсын, после совершеннолетия болсын, шеше как многодетный шеше или просто шеше, жалғыз балалары 4 баланы өсіретін шеше, соған беріледі. Балаларға берілмейді. А полностью, чтобы балаларға беру үшін, оның несі жоқ, олардың правасы жоқ, мені лишение родительских прав. Основание жоқ ондай. Если ата-аналары вообще болмаса, қайтыс болса, сол может быть, они уже сирота сияқты, олар не қылады, квартираға түседі. Қолдары олардікі. Ну, сол үшін, наверное, поэтому бұлар ештеме жасамайды. Маған аурушан адамға, инвалид адамға, малоимущий, малообеспеченный, жалғыз өсіретін әйелге ешқашан көмектеспеген, и қазір да көмектеспейді, какое-то решение шешуға, ана проблемасын несін вообще көмектеспеген. И соған на что рассчитывают они? Не ойлап отыр. Мені мына жерге лақтырып тастаған, өзі не болса да өзі өлсін деп. Конечно, соны добивается, соны біліп отырмын мен. Үкімет сондай. Дайын ата-аналар, дайын жақсы балдарды өсіріп тастады, балаларды ұрлап, ой, біз мына жасадық, біздің балдарымыз, бізде үйреніп сондай бала тәрбиелі, өнері бар бала болған деп. Қайдағы сендер? Вы хуже сделали балаларды. Аурушжан жасап тастадыңдар. Псих ненормально қылып тастадыңдар. Спокойно үйде жүретін балдар, спокойный. Ешқашан ауырмаған. Тәрбиесі вообще у них золотой болған. Ондай мына жерде, менің тұрған жерімде, и вообще Алматада даже ондай тәрбие жоқ, как мен бергенде балаларына. Ондай воспитаниясы несі жоқ нигде. Пониманиясы басқа адамдарға, біреуге жамандық жасамауға, адам болсын, айбан болсын, ана терек болсын, гүл болсын, соған не қылмаңдар, жасамаңдар деп мен тәрбие берген, сендер емес. Сендер наоборот бұзып тастайсыңдар балдарды, жақсы балдарды бұзып тастайсыңдар. Аурушжан жасайсың. Не үшін? Это все, знаете, как называется? Не найдат. Это все нанесение вреда здоровью балаларға, психологический травма, бәрісін енді отвечать етесіңдер. Сап-сау баладың аурушжан жасадыңдар. Или тәрбие балалардың жаман бір преступник бірінші жасап отырсыңдар. Оған бәріне отвечать ету керек. Мені сіз мына сөздер мен алдайм деп алдамай қойыңыз. Мен сендердікі балдар емес. Мені издеваться етіп, балаларымды издеваться етіп, қинап, не қылғаннан кейін, маған мына бізді бәрі жақсы, бәрі прекрасно деп маған внушать етпеңіз оны. Мен оған сенбеймін. Мен басқа елмін. Мен кішкентай бала емес сендердің жанында. Постоянно мыйсын давить ететін психологияны басатын балаларды. Уже замучили вы их. Мен ондай емес адаммын. Мен оған сенбеймін ешқашан. Мен всегда шындықты көретін адам, всегда көрем и дальше көрем. Всегда көрген. Не просто көрем, басқаларды көрсетем, керек болса. Шындықты. Сендердің политикасын мен білем, сендер не істеп отырсыңдар, бәрін білем. Елді алдап жүрсіңдер, мынандай басын қатырып. Сендер ойлап отырсың ба, бәрі сондай ма, бәрі самовнушением кетеді деп? Жоқ, мен ондай емеспін. Мені не получится. Ешқандай адамды не болмаған, күші жетпеген маған, гипнозы жетпеген, самовнушение жетпеген. Бұрын болған, бұрын мен не болғанда, жас болғанда түсінбейтін бәрін болғанда сондай болған. Қазір ондай емес. Қазір мен ондай емес адаммын. Так что, ладно, көп сөз болып кетті. Сізні полностью, сіз жалғыз сізді гнали қылмадым. Бәрі там все виноваты, бәрі гнали, білем, бәрі ақырындап гнали. Мына жерде жұмыс істеседі, ана жерде жұмыс істеді. Сосын опекада, прокуратурада, полицияда, управление образования вообще құрған вообще ол. Адам емес, айвандар сол жерде жұмыс істеп жатыр. Сондай. Поэтому, ну вот как-то так.
Енді керек болса адамдар забастовка жасағанда, елдік адамдар, тамағы жоқ, жейтін нәрсе жоқ деп не забастовка жасағанда, или аурушаң бізді ешкім емдемей жатыр деп, біз не үшін төлеп жатырмыз, қандай жүреміз, жағдайымыз не қылғанда, барып забастовка жасағанда или просто митинг жасағанда далада просто тұрып плакаттармен, бір автобуспен келеді ғой полиция, келіп бір екі автобустың бәріне ішіне салып алып түрмеге отырғызады ғой. Қорықпаңдар, сендерге бәріне тоже не болады, как его, орын болады түрмеде. Если адамдарға бәріне орын бар, то сендерге тоже надо. Тоже найдем места. Не переживайте. Поэтому ойламаңдар, мен мына біреуні соттасам, біреуге заявление жасам, бір адамды, если смогу, 1-2 человека, бәрі бүткіл адамдарды сондай көп системасын, организацияны отырғыза алмаймын деп ойлап отырсыңдар ма? Жоқ, ондай емес. Оның любой адамдың правасы бар. Бүткіл бәрін сендердікі неге отырғызауға. 100 адам болсын, 200 адам болсын, қанша түрме бар Қазақстанның ішінде, бәріне орын болады. Керек болса, сендер любите постоянно бюджеттен ақша алуға и постройте новый сендерге специальный неде түрме себе построите, ничего страшного.